Сәлеметсіз, есімім Арыстанбеков Артур. Туғым сағат сәрсенбі күні 3-тен 4-ге дейін. Қазақ АКСР-ның құрылуы және Әлімхан Ермековтің қызметі. 1920 жылы 26 тамызда ХКК-ның арнайы декретімен Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы, яғни Қазақ АКСР құрылды. Бұл қазақ мемлекеттілігінің кеңестік кезеңдегі алғашқы нысаны еді. Қазақ АКСР-ның құрылуы қазақ халқының жерін аумаған бір мемлекет құрамында біріктіру жолындағы маңызды тарихи қадам. Бұған дейін қазақ жерінің бір бөлігі Түркістан Республикасында, бір бөлігі Орынбор өлкесінде, ал бір бөлігі омбы әкімшілігінде болған. Әлімхан Ермековтің рөлі Қазақ АКСР-ын құруда ең маңызды тұлғалардың бірі Әлімхан Әбеуұлы Ермеков. Ол Мәскеуде өткен қазақ жері жөніндегі комиссияның мүшесі болды. Лениннің алдында қазақ жерінің аумағын дәлелдеп қорғады. Қазақ автономиясы шекарасын ғылыми негізбен картаға түсірді. 1920 жылғы құрылтай съезінде Қазақ АКСР-ның территориялық тұтастығын қабылдатуға қол жеткізді. Әлімхан Ермековтің тарихи еңбегі қазақ жерінің қазіргі аумақтық негізінің сақталуы. Ермековсіз бүгінгі Қазақстан шекарасы дәл осылай қалыптасуы мүмкін еді. Екінші сұрақ: мәдени құрылыс және оның қайшылықтары. 1920-1930 жылдары Қазақстанда кеңестік мәдени құрылыс қарқынды жүрді. Кеңес үкіметі мәдениетті социалистік мазмұн, ұлттық форма принципімен құруды мақсат етті. Мәдени құрылыс жетістіктері: жаңа мектептер, техникумдар, педучилищелер ашылды, қазақ тілінде оқулықтар жазылды, мәдени ағарту институттары құрылды, сауатсыздықты жою науқаны жүргізіліп, 100 мың адам хат таныды. Жаңа театрлар, кітаптар, баспасөздер пайда болды. Мәдени құрылыс қайшылықтары: мәдениетті идеологиялық бақылауға түсті, ұлттық руханиятты дамыту емес, кеңестік идеологияны сіңіру басты мақсатқа айналды. Алаш қайраткерлері халық жауы болып танылды. Бай молда, би шежірелер қудаланды. Ислам дініне қарсы күрес жүргізіліп, мешіттер жабылды. Сонымен мәдени құрылыс бір жағынан қоғамды жаңғыртса, екінші жағынан халықтың ұлттық болмысын әлсіретіп, кеңестік сана қалыптастыруға бағытталды. 1920 жылдардағы қазақ әдебиеті. 1920 жылдар қазақ әдебиетінің жаңа кезеңге өткен уақыты. Азамат соғысынан кейінгі бейбіт өмір әдебиетке жаңа тақырыптар, жаңа форма, жаңа бағыттар әкелді. Бұл кезеңдегі басты ерекшеліктер: кеңестік идеологияның әдебиетке әсері күшейді. Ауыл өмірі, тап күресі, әйел теңдігі, жаңару идеялары кең талқыланды. Халық мұрасы зерттеле бастады. Көрнекті тұлғалар Сәбит Мұқановтың Ботагөз, Сұлушаш поэмалар арқылы жаңа қоғамды жырлады. Бейімбет Майлин әңгімелер мен очерктерінде ауыл тіршілігін шынайы суреттеді. Ілияс Жансүгіровтің Күй, күйші, құлагер поэмалары ұлттық рухты танытты. Жүсіпбек Аймауытов, Ақбілек Қартқожа психология еңбектерімен қазақ прозасын жаңа деңгейге көтерді. 1920 жылдары әдебиеті қазақ руханиятының жаңа әдеби дәстүрін қалыптастырған алтын кезеңі болды. Төртінші сұрақ: Мұстафа Шоқайдың кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі. Мұстафа Шоқай Түркістан автономиясының жетекшісі, иммиграциялық саясаткер, пантүркистік идеяның көрнекті тұлғасы. Ол кеңес билігінің саясатын жан-жақты талдап, оның отаршылдық табиғатын ашық көрсетті. Кеңестер билігінде Түркістан еңбегінің негізгі мазмұны, яғни кеңестік билік ұлттардың теңдігі ұранын жамылып, шын мәнінде Түркістанды отарлады. Түркістан халықтары өз жеріне еркіндік алған жоқ, билік Мәскеуден басқарылды. Қызыл армияның әрекеттері жаңа отарлау саясатының әскери түрі. Жер ресурстары, индустрия Мәскеудің бақылауында болды. Ұлттық интеллигенцияны қудалап, халықтың еркіндігі шектелді. Мұстафа Шоқайдың пікірінше, кеңестік билік патша империясының саясатын жаңа формада жалғастырды. Ол Түркістан халықтары тек толық саяси және мәдени тәуелсіздік арқылы ғана дамитынын дәлелдеді.
Бұл тақырыптар 20 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ қоғамының тағдыры мен ұлттық сананың қалыптасу жолын көрсетеді.